Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан, және де бүгінгі видеода біз сіздермен бірге қалай Нұрлан Қалам деген ютубердің Қаламстан деген серверіне кіремін қалай кіремін сол жайлы айтатын боламыз достар. Өйткені мен өзім Қаламстанға кірдім және де кіру барысында өте көптеген сұрақтарға жауабын әрең таптым. Және де басқа балаларда, басқа достарымда қалай кіреміз деп сұрауда, соған осы видеода мен сіздерге жауап беретін боламын. Ал енді бастамай тұрып достар, мені арнама подписка жасап, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де достар, Қаламстанға точно кіру үшін бұл видеоны до конца қараңыздар. Ең алдымен достар, бізге Қаламның телеграм арнасына кіруіміз керек. Ал енді телеграмға тура осылай Нұрлан Қалам деп жазатын боламыз. Сөйтіп телеграмға кіріп, осы кнопканы басып, сосын осы кнопканы басып, дискордқа кіретін боламыз. Ал енді осы ссылканы басқан соң бізді осындай Қаламстанның серверіне, Қаламстанның дискордына жіберетін болады. Осы жерде біз обязательно Java'ны таңдаймыз. Өйткені Bedrock'та бұндай анкета деген сөз болмайды, бізге анкета керек. Ал енді біз Қаламстанда Java'ны таңдаймыз. Сосын бізде Қаламстан деген трибуна деген канал болады, хабарландыру болады. Бұл жерде хабарландыруда неше түрлі хабарландырулар, осы Қаламстан туралы неше түрлі опростар және де сондайлардың бәрі өтетін болады. Мына жақта сұрақтар, бұл жерде өзіміздің сұрақтарымызды қойсақ болады. Бұл жерде общий чат, бұл жерде бүкіл Қаламстанның адамдар сөйлеседі. Мынау галерея, тағы да басқа. Ал бізге ең маңызды керек жер ол бізде анкета болады. Біз анкетаны басамыз. Анкетаны басқан соң мына жерде анкетаның үлгісі болады. Үлгісі ник, мақсаттарымыз жазамыз. Мына жерге сообщениені жазатын боламыз. И сообщениеда мына жерде мен аламында, так, мынаны скопировать етіп алайын. Так, скопировать етіп аламын, өстіп жазамын. Мына жерге өзім нигімді жазатын боламын. Менің нигім Нұрлани, так, Нұрлани 111 болады. Нұрлани 111 деп жазамын, өзім мақсатымды жазамын. И сөйтіп осыны мен осы жерге отправить ететін боламын. Отправить етемін. Сосын бұл жерде біздің любимый Қаламстанның модераторлары бізді тексереді, осыны оқиды, сосын алады бізді whitelistқа қосады. Ал whitelist деген не деп сұрасаңыздар, сіздер просто whitelistқа кірмей, сіздерді серверға кіргізбейтін болады. Өйткені қазір Қаламстанда неше түрлі грифелдер, жаман бұзақ ойыншылар кіріп жатыр, сондықтан бізде Қаламның өзі whitelist қойылған болатын, сондықтан осылай жазу керек обязательно. Ал сосын біз осы анкетаны жіберген соң бірнеше уақыт күте тұрамыз. Бірнеше уақыт күткен соң біз Майнкрафтқа кіреміз. Майнкрафтта именно бізде Майнкрафттың версиялары 1.21-ден 1.24-дің арасы ғана болу керек. Басқа версиялармен сіздер вообще кіре алмайсыздар. Сондықтан сразу осы версияны скачать етіп алғандарыңыз дұрыс достар. Сөйтіп сіздер өздеріңіз Майнкрафт скачать етесіздер. Мінеки біз Майнкрафтқа кірген болатымыз. Майнкрафтқа кіреміз. Өстіп, осылай Майнкрафтқа кіреміз. Содан кейін біз серверға кіреміз. Осыяққа кіреміз. Создать сервер. Даже любой нәрсе жазамыз. Ал мына жаққа мына IP адресті жазатын боламыз достар. Именно осы IP адресті жазамыз. Басқасын жазсақ кірмей қаламыз. Сөйтіп ең астыға өзім қазір қосылған сервер. Міне мына сервер біз қостық. Міне 3 адам ойнап отыр екен достар. Ал енді осы серверға кіреміз. Серверға кіремізді, чатты ашатын боламыз. Т деген кнопканы басамыз. Чатқа өзіміздің рек деп жазамыз, осылай рек деп жазамыз. Рек деп жазған соң өзіміздің паролімізді қоямыз. Егер ең алғаш рет кіретін болсақ, ең алғаш рет кіріп сөйтіп 2 рет парольдарын жазасыздар. Ал мен уже кірген соң мен Л деп жазамын. Өзімнің паролімді өстіп Л деп жазамын, сөйтіп кіретін боламын. Ал сіздер бірінші рет кірсеңіздер Р деп жазасыздар. Міне өстіп кірген болатынмын, өстіп кіремін. Мінеки мына жерде 4 адам ойнап жатыр екен қазір. Мынау FLV башня, Қаламстан, мынау вообще мынау стройкалар, постройкалар. Так, сіздерге мен қазір Казутороның үйін көрсетейін. Так, мына бір жерде Казутороның үйі бар. Так, мынау Казутороның үйі. Бұл жерде Казуторо тұрады. Казутороны танитындар болса, комментарий жазып жіберіңіздер, кім екен ол. Так, мына жерде енді адамдар кішкене сындырып кеткен. Атак бұл үй деген ең әдемі үйлердің бірі болатын. Ана жерде пышақ пен портал, пышақ пен портал көріп тұрғандарыңыздай.
және де міне осындай постройкалар бар. Міне жалпы осы Қаламыстан, міне Қаламыстанға осылай кіреміз, ойнаймыз. Бұл жақта Нұрлан Қаламның өзі де ойнайды. Өстіп міне осылай енді. Ал енді достар, осы видеоролик сіздерге ұнаса, лайк басып, подписка жасап, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді давайте достар.